Тістің құрылысы бірнеше негізгі бөліктен тұрады. Эмаль – тістің сыртқы қабаты. Бұл ең қатты тін, минералдарға бай, негізінен кальций фосфаты. Эмаль тісті қорғап, оны механикалық зақымданулар мен қышқылдардың әсерінен сақтайды. Дентин эмальдің астында орналасқан, бірақ эмальға қарағанда жұмсақ және аз минералданған тін. Дентиннің ішінде нерв талшықтар мен тамырлар орналасады, ол тістің сезімталдығына жауап береді. Қойыртпақ тістің орталық бөлігінде орналасқан жұмсақ тін. Пульпа тісті қоректендіретін қан тамырлар мен нервтерді қамтиды. Ол тістің өміршеңдігі үшін маңызды. Цемент тістің түбінде орналасқан, дентин мен сүйек арасындағы байланысты қамтамасыз ететін тін. Цемент тісті жақ сүйегіне бекітеді. Тістің түбірі тістің сүйекке орналасқан бөлігі. Түбір тісті жақ сүйегіне бекітіп, оны тұрақты ұстап тұрады.